Сәлем достар, менің YouTube каналыма қош келдіңіздер. Бүгін біз сіздерден баклажаннан салат, тёшин язик болмаса қуырылған баклажан деп атап жатамыз ғой. Сондай дайындайтын боламыз. Маған тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Бізге керегі 2-3 баклажан, осылай орташа қалыпта турап аламыз. Турап болған баклажандарымызды 1 сағатқа, болмаса жарты сағатқа тұзды суға салып қоямыз. Үш жұмыртқа және 1 қасық тұз салып, осылай жұмыртқалы массамызды дайындап қоямыз. Енді дайын болған баклажандарымызды кептіріп, бірінші жұмыртқалы массамызға, сосын ұнға ұнатып, қайттан жұмыртқалы массамызға ұнатып қуыратын боламыз. Негізі ұнның орнына панировочный сухарик пайдалансаңыздар күшті болады. Менде панировочный сухарик болмады, сондықтан ұн пайдаланып жатырмын. Екі бетін қызартып қуырып аламыз. Осылай салфетканың үстіне қойсаңыздар, майын сырғып алады. Енді бізде 1 чеснок и майонез қажет. Чесногымызды үккіштен өткізіп аламыз. Енді майонезімізді салып, араластырамыз. Біздің соусымыз дайын болды. Енді помидорымызды дөңгелек қылып турап аламыз. Бірінші баклажанымызды, одан кейін майонезімізді жағып, ортасына помидорымызды салып, қайттан үстіне баклажанымызбен толықтырамыз. Міне бізде осындай әдемі қуырылған баклажан іске басары дайын. Мені қолдап, каналыма тіркеліп кетіңіздер. Астарыңыз дәмді болсын. Сіздермен болған Салтанат.